Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім, аяулы аналар, асыл әжелер, тұлымдары желбіреген жас қыздар деп айтайын, жас келіншектер, сұлу. Менің кухняма қош келдіңіздер. Бүгін менде міне оразаның бітуіне 9 күн қалды. Бүгін ертерек ауызашар дайындап кетейін деп жатырмын жұмысқа кетерде. Ал ендеше бастайық. Кез келген үйде бауыр бар деп ойлаймын. Бауырдан өткенде мен сіздерге тортигін көрсеткен, бүгін котлетигін көрсетейін деп тұрмын. Ол үшін де сондай кереметтей нәрсе керек жоқ. Міне сүт енді бәр үйде бар деп ойлаймын. Сарымсақ, бір-ақ картошка, ұн және тұз бұрыш. Осы заттар ғана керек. Мен қазір бұларды ет тартқыш мәшинеден өткізіп әкелемін. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Міне мен бауырды мясорубкадан өткізіп әкелдім. Картошканы, сосын міне тоқа бұратам, бір жұмыртқаны жарды. Енді бұған бірден біз оған қара бұрышын қосып алайық. Тұзын қосайын. Тұзын көбірек салу керек, өйткені ешқай жерде тұз жоқ. Осынғы кішкене тұзы кеміс болып қалады. Менің котлетін деп па. Енді өткенде қалып кеткен менде немейді жүдәгі нан, ұнтақталған нанын ұны тұр. Соны қосамын. Онды көп қоссаңыздар, ол котлет не болып кетеді андай. Жалпақ, жүм. Немешет? Қою ма? Жоқ. Не болады андай? Жұқа емес, қалың болады. Сүт құямыз. Сүт енді қолдың үсті. Өткенде айттым, тоқал сиырым туды деп. Бұйыртса. Өте кішкене қоюлау. Сүтті құяйық тағы да. Енді мен сүтті қанша құясыз десеңіздер, мен оның бәрін описание бөліміне қалдырам. Бәріне көз мөлшерімен жасап жатырмын. Қаншадан қанша қоссаңыздар, ол бауырды айтайын. Бауыр деген ол, өздеріңіз білесіздер, бауырдың пайдасы өте керемет, көзге, дәруменге толы. Сондықтан соғымдарыңыздың бауырын осындай котлеттің түрінде пайдалансаңыздар да болады деп. Немесе қалада қыздар мысалы ет алған кезде базарда бауыр еттен қарағанда арзан болады. Соны бір бауырды алсаңыздар, өзі неше тамақтың түрін жасауға болады. Сондықтан менің котлетімнің дайын болды. Енді қызып тұрған пешке майға қазір қуыратын боламыз. Дәмін кетіру үшін укроп турадым. Оны да қоса салайын. Ал енді қызып тұрған майға кеттік деп қойыншы. Міне мен майым қызып жатыр. Бауырларды қиып қойдым. Котлетігімді. Ал құрметті менің көрермендерім, міне өздеріңіз көргендей және бауырдан бір ғана сарымсақ, бір ғана картошканы қосып, осындай бір үлкен әлі пісіп жатыр қалғаны котлетті дайындадым. Өте оңай рецепті, үйде сүт пен бауыр бар болса болды. Осыменен жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Ардақ Әлбековна. Осы қасиетті Рамазан айында маған үлкен жақсылық жасаңыздар. Ол үшін сіздер менің қоңыраушамды басып, подписация батырмасы басып, тұрақты көрерменім болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Ал енді котлеттің дәмін қазір менің кішкентай қызым айтып берсін. Алдыбай. Сәлеметсіздер ме, мамамның тұрақты көрермендері, сүйікті көрермендері. Мен бүгін анамның дәмді котлетінің дәмін көретін боламын. Бисмилля. Қалай өтті екен? Өте дәм шыққан. Тұзы бәрі дәл, бұрышы, тұз бұрышы барлығы дәл. Өте дәмді. Ал енді
анамның аккаунтына подписаться баттырмасын басып, лайк басып, комментарий жазып, бір ғана қоңыраушаны басып, анама үлкен күшті көңіл күй салаңыздар. Тамағы өте дәм шыққан. Өзі пысық. Айда сөзсей? Өзі пысық, өзі аспаз. Мамамның каналына? Мамамның каналына жазылыңыздар. Жақсы, балам, сен де аман бол. Аманшылықта кездесейік. Ертеңге дейін сау саламатта болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сен де аман бола ғой.